Сәлеметсіздер ме, құрметті қызықты әңгімелер каналының оқырмандары. Бүгін мен сіздерге кәрі қыздың айласы атты әңгімені әңгімелеп беретін боламын. Каналға тіркеліп, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Үлкен мекеменің ішінен тағы бір бөлім ашылып, мамандарды тарта бастады. Зура да осы бөлімшеге қатардағы маман болып ауысты. Жалақысы да сәл жоғары, қуанышында шек жоқ. Зураның қуанышы су сепкендей басылды. Бұл бөлімнің бастығы да өзінен 13 жас кіші болып шықты. Оңаша қалғанда тамырын басып көріп еді, ақкөңіл аңғал жігіт секілді көрінді. Зура біраз үйренісіп, жұмысты реттеп алған соң айлаға көшті. Барынша жас көрінуге тырысып, қысқа көйлек, кеудесі ашық кофта киюді жиілетті. Сықылықтап күліп, түскі тамаққа дәмді тіспеге басар ала келетінді шығарды. Бастығы оңаша қалса болды, кофе дайындап, өзіне де оған да ұсынатын. Сіздер де басқалар сияқты түскі үзіліске барып, сыртқа шығып таза ауамен демалып келмейсіз бе? Деген бастығының сұрағына, тапсырма бастан асады, уақытты тиімді пайдаланғым келеді. Өзіңізше, түскі үзілісте үйіңізге барып, әйеліңіздің дәмді тамағын ішіп келмейсіз бе? Көз қиығымен оның жүзіне сұқтана қарады. Тамырын басып көрмекші. Олар басқа қалада. Күз келіп, салқын түсіп кетті ғой. 2 қызым бар. Олар жаурап қалмау үшін келер жылы көшіріп алатын шығармын. Үйді алған соң деп қосып қойды. Зура болса жігіттерді таңдап жүріп біраз уақытта ұтылған бой жеткен. Жасы болса 40-ты еңсерген. Күндіз түні ойлайтыны, жанында жары, бауырында баласы болса, бұл оның асыл арманы. 38 жасында жақын құрбысы өзінің күйеуінің әйелі қайтыс болған жолдасымен таныстырған. Алайда ұзақ тұрмай бөлек кетті. Мінездері үйлеспеді. Күндіз қызметте білінбейді, ал кешкілік үйде жастық құшақтап жатып, көз жасын бұлайды. Кейде таңды көзі ілмей атырады. Тез ашуланып, ойындағысын айтып салады. Осы мінезін кейде әріптестерінен сөз естіп те қалады. Өзі жеке тұрғандықтан болар, үй шаруасына да олақ. Ол жаңа бөлімде өмір сүрудің жаңа әдіс-тәсілін ойлап тапты. Қалайда осы жігітті құрмағыма түсіремін. Олай болмаса, Зура атымды өзгертемін деді. Өзіне өзі уәде беріп, ансы өшті. Күндіз түні ойлағаны бір бала туып алу, арғысын тіпті ойлағанда жоқ. Уақыт шіркін жылдам өтуде. Әні міне дегенше күз өтіп, қыс мезгілі де жетті. Жаңа жыл мерекесі де жақындады. Мекемелер корпоратив мерекеге қызу дайындықпен әр бөлімге тапсырмалар бөлініп берілді. Зураның бар ойы осы мереке күні өзі үшін ұмытылмастай кеш болуын тілеп ақ жүр. Жаңа жыл мерекесі бас ғимараттың төменгі қабатындағы үлкен кең залда ұйымдастырылды. Мереке өте қызықта көңілді өтуде. Зура бастығынан көз алмады. Оның әрбір қимылын қалт жібермей, арасында жақын тұрып, тіпті иығын түйістіре билеп қояды. Кеш бітті. Зура, Нұреке, үйге қайтпаймыз ба? Деп келіп өзінің жаңа жылдық сыйлығын ұсынды. Күтпеген жерден Нұрлан, мен ешкімнен сыйлық күтпеген едім. Бұл артық қой, деп қызарақтап қалды. Сіз қандай сыйлыққа болса да лайықтысыз. Үлкен құрметпен ұсынған мерекелік кіп-кішкентай сыйлығымды қабыл алғайсыз, деп жалынышты кейіп танытты. Зураның қымбатты иіссуының есін мұрын жарады. Жас жігіт ерте үйленіп, әйелі жанында болмаған соң, күтпегеннен бері мұндай иісті жатырқап қалғанды. Бір сезім лап ете қалғандай болып тез өзіне келді. Қызметкерлер үйіне тарай бастады. Ертең демалыс. Біріне бірі жақсы демалыс тілеп, бірінің көлігіне бірі жармасып, үйлеріне қайтып бара жатты. Зура, жақсы кеш болды, сау болыңыз Нұреке. Ертең демалыс, әйеліңіз келетін шығар. Ертеңгі күніңіз қызықты өтсін. Үйге барасыз ба? Әлде, деп ойланып қалды. Мен осы мерекені жалғыз өткізетін сияқтымын ғой сірә. Келмейді, қыс болса мынау аяз, көктемде келеді, деді де жиналып жатып. Галстугын босатып, жейденің алқымдағы түймесін ағытып, күрсінгендей болды. Нұрекеңнің бар қимылын жіті бақылап тұрған Зура осы сәтті қалт жібермеді. Нұреке, мен де жалғыздықтан жабырқан әйелмін. Көңілсіздікті сырып тастап, мерекені көңілді өткізу өз қолымызда емес пе? Бірдеме ұйымдастырып жіберсек, қалай қарайсыз? Азаматсыз, көңілсіздік сізге жараспайды екен, деп жақындай түсті. Сыртқа шыққаны сол еді, жатақханаға жақын тұратын Күләш, менің көршілерім мереке қалай, ұнады ма? Бірге жүрейік, әлдекімдер мені қарға домалатып кетіп жүрер, деп қалжыңдай дауыстап бұларға жармаса кетті.
Оның бұл қылығы Зураға ұнай қоймады. Әрине, Күләш, тоқтасын қызы. Қане, екеуіңіз екі жағымнан ұстаңыздар. Екі қолын екі жаққа созып, ишарат білдірген Нұрланға Зура әп-сәтте жармаса түсті. Құлеке, біз сізді үйіңізге дейін апарып саламыз. Мен үшін сіздей мамаң қарға аунап жатса сын болар, деді Нұрлан Талғатұлы ақалықтап күліп. Біз деген Нұрланның сөзі Зураның құлағына сондай жағымды естіліп, жүрегі шым ете түсті. Яки қайтарда екеуі оңаша қалмақ. Ішкі айласы өзіне ғана мәлім. Кеш туралы пікірлесіп айтылған ән, ұйымдастырылған ойындар туралы көңілді талқылаулар жол үстінде жалғасты. Арғы көшеге бұрыла бергенде Күләштің күйеуі қарсы алдынан шықты. Алтынбек, танысып қой, мына кісілер дей бергенде Күләштің сөзін аяқтатпай амандаспастан бұрын: қане, күйеулері баруға болмайды, тек қызметтестер ғана дегеннің мына кісілер жарасып-ақ келеді ғой. Менің атым Алтынбек, Күлекеңнің алтынымын, деп қалжың аралас танысып үлгірді. Зура осы сәтте аумен деп үлгірді. Беті балбұл жанып, әлі де Нұрланның қолтығынан қолын босатқан жоқ. Алтынбек тез аздап көрінді. Алтеке, біздер әріптестерміз. Күләш, тоқтасын қызы, дұрыс айтқан. Келесі мерекеле болмаса, бұл жолы солай болды, деді Нұрлан. Зура айтылған қалжыңдарға сөз қоспады. Күләш жолдан қайтармай, бұл жұптарды мерекелік дастарханға шақырмаймыз ба? Қане, бірге жүріңдер. Екеуден гөрі төртеу отырсақ көңілді болады. Балалар ата-әжелеріне кеткен. Үй оңаша, 4 бөлме, бәрімізге жетеді. Нұрлан ыңғайсызданып қарсылық танытқандай болып еді. Зура: мерекелік шақыруға мен қарсы емеспін, деді сықылықтап. Нұрланның қолын қыса түсті. Күләштің пысық әйел екені үй ішіндегі жинаққа көрініс көрсетіп тұр. Үлкен үстел үстіне ақ дастархан жайылып, цептір ыдыстарына әп-сәтте дәмді ас дайындалып, қонақтарының алдына қойылды. Зура өз ойымен әлек, ішкі сезімін арпалысуда, бірақ біраз отырып, таңға жоқ Нұрлан мен Зура жатақханаға қайтты. Оң қалтасынан бөлме кілтін ұзарақ іздеген Нұрланды өз бөлмесіне қарай тартып еркелей: ол кілтті іздемек қойшы, бір кесе шай ішейік, қаласаң кофе ішуде пайдалы. Сенген көшкен Зура Нұрланды бөлмесіне тарта бастады. Қимылы еркін, батыл қадам. Масаң тартып қалған Нұрлан да құптап, не қарсы болмаған кейіп танытты. Осы сәтті тиімді пайдаланған Зура: Нұреке, бірінші кезекте алғаш рет бірге тойланған жаңа жыл мерекесі үшін ұрттап қойсақ қалай қарайсың? Мен жалпы аузыма алмайтын қызбын. Алайда сендей абзал абзамат үшін қазақтың қай қызы болса да у-шуге даяр шығар. Мен де сол қыздардың бірімін. Ал қане алайық, жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін, деді. Нұрлан сөзге келмей сусап қалған кісіше салқын аққайнарды сіміріп салды. Не керек? Анығы отырыс соңы Зураның арман тілегінің орындалуымен аяқталды. Күн арқан бойы жоғары көтерілген. Нұрлан аунап түсті. Ауыр тартқан денесін, сынып бара жатқан басын еркін қозғай алмай біраз жатты. Бөлме қабырғасына көзі түскені сол еді. Тез өзіне келіп орнынан жылдам тұрды. Бір бөлмедегі керберт диван жиналған күйінде тұр. Еденде тілдей жұқа одеял үстінде жатарда киетін жұқа жібек көйлегі жартылай ашық кеудесі мен мұндалап Зура жатыр. Қалың ұйқы үстіндегі Зура Нұрланның оянғанын да байқаған жоқ. Өз мақсаты жолында айласқан, жүзеге асырған кәрі қыздың қармағына түскенін білген Нұрлан ызадан жарыла жаздады. Жейдесі мен шалбарын асыға киіп бөлмеден атып шықты. Өз бөлмесіне кірген бойда қатар тұрған екі орындықты теуіп жіберді. Терезе алдында бірге түскен отбасылық суреттеріне қарап, іштей періште қыздарынан кешірім сұрағандай болды. Көзіне жас алды. Оң қолымен басын соғып алды. Не бүлдірдім, жұмыстан сұранып келіп кетсеңші, қыздарың сағынды дегенде жұбайының өтінішін қабылдамап еді. Зураның қимылы еске алды. Сыпайы мәдениетті қыз көрініп еді. Нұрлан 2 күн бөлмеден шықпай өзін-өзі жазалап аштан-аш жатты. Өкініш өзегін өртеп барады. 2 күндік жаңа жылдық демалыс та өте шықты. Зура да есік қақпады. Өзін бақытты сезінген ол да ары не барын алдын ала болжағандай. Жаңа жылдың алғашқы жұмыс күні. Қызметкерлер дуылдасып, даурығып жаңа жыл кешіндегі қызықтармен бөлісіп жатты. Беті домбығып, көңілсіздеу отырған Нұрланды әріптестері тағы да құттықтауда. Олармен бірге Зура да таяу келіп: Нұреке, қалайсыз, жақсы демалдыңыз ба? Дегені
Жаман емес, жақсы өткен сияқты. Төмен қарап отырып селсоқ жауап қатты. Зура бұрынғысынша көз қиығымен бақылауда. Нұрлан балконға шығып темекі тартты. Бітірмей бірнеше сигарады ызлана сорып, бірінен соң бірін лақтырып тұр екен. Зура да артынан келіп, Нұреке, маған бақытты сәтті сыйлағаныңыз үшін рахмет деді де дереу байқап қалар дегендей жылдам кетті. Зура бірнеше аптадан кейін жиі дәрігерге баратын болды. Ешкімге айтпаған сырын болып Нұрланның өзіне айтып берді. Бұл жаңалықты жүрегі сыздаған кейде тыңдаған Нұрлан не істерін білмеді. Мамыр айы іші дөңгелене біліне бастаған. Зураға Нұрлан ертерек еңбек демалысына шығып кетуді ұсынды. 9 айдан соң ұл бала дүниеге келді. Бақыттан басы айналған Зура Нұрланды қолбалаға айналдырды. Жұмыс орнынан беретін пәтерді ұлына сыйлауды ұсынды. Олай болмаған жағдайда әйеліне айтып басын бәлеге шалатынын ескертті. Мекеме жалғыз кісілерге бір бөлмеден бөлді. Ал Нұрлан өзіне тиесілі 3 бөлменің бір бөлмесін бөліп ұлына қалдырды. Көпке беймәлім ұл жасқа толды. Бәрі айқындалды. Жасырын қылықтар анықталды. Зура мен Нұрланның ата-аналары естіп, қуанарын да, жыларын да білмей дал болды. Екі әулеттің таныстығы басталып, сирек болса да араласып тұрды. Ол өсіп, мектеп бітірді. Әкелі бала ересектерше сөйлесіп отыр. Анаңа қамқоршы бол, есейдің балам, бәрін түсінетін жасқа келдің, деді әкесі. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.